достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. YouTube каналыма жазып кетіңіздер, қазір кетем. Мен бүгін өте қарапайым рецепт туралы бөліскім келіп жатыр. Бізде бүгін бюджетный, көп нәрсе қажет етпейтін, қарапайым, тез, оңай пісірілетін рогаликиді сіздерге ұсынғалы жатырмын. Рецептін сақтап алыңыздар. Өте қарапайым, тез дайындалатын рецепт. Рогаликиді дайындау үшін бізге керек нәрселер мынандай: ыдыс, миска, одан кейін ұн керек, сахар керек, бір жұмыртқа керек, піскен май, маргарин, сливочный май, любой бола береді, и дрожь. Осы нәрселерден біз рогалики дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысты аламыз, мисканы, бір стакан суды құямыз ішіне. Бір стакан суды құямыз, бір стакан су жетеді. Осыдан бірнеше рогалики шығады. Сондықтан аз шығады деп ойламаңыздар, нормально шығатын болады. Міне осыны құйып алды. Енді бұған дрожь саламыз. Дрожьды примерно мынаны бір тамақ ішетін дәу қасық бар ғой. Сонымен столовый ложка дейді. Столовый ложкамен бір столовый ложка саласыздар. Міне салды. Араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне араластырдым. Енді 5 минутқа уақытты көреміз да, 5 минутқа қойып қоямыз, қақпағын жауып. 5 минуттан кейін тағы ары қарай жасаймыз. Міне бізде 5 минут өтті. Қақпағын ашамыз. Осындай бізде сумен дрожь. Енді осы түрнеге 5 қасық не қосамыз? Ұн. 5 қасық ұн и 2 қасық қант. Араластырамыз жақсылап. Міне осылай араластырдым. Осындай шек пайда болды менде. Енді осыны 15 минут қойып қоямыз. 15 минут демалып тұру керек қақпағымызда. 15 минуттан кейін ашып көреміз. Қарай жасайтын боламыз. Міне 15 минут өтті. Қақпағын ашамыз. Міне осындай сұлулық болу керек, яғни мынандай образоваться ету керек. Мынандай көпіршік бетіне қамырын жүріп сіздер қоя жатырмын. Қамша көрсетіп жатырмын. Енді осыны ары қарай енді жалғастырамыз. Араластырамыз. Көпшілігінен қосып араластырғаннан кейін бұған не қосамыз? Қант қосамыз. Примерно 4 қасық қосамыз. 2 столовый ложкамен, одан кейін піскен май, и тұқым. Бір ысқа салып, тұқымды бір ысқа салып араластырып алып қосқан жақсы. Соны қосқанда әдемілік болады қамырымыз. Енді осылардың бәрін қосып алдық, осылардың бәрін араластырып аламыз бір. И ары қарай не аламыз. Можно мынаны не қылғанда, араластырғанда венчик пайдалануға. Мен енді қасық пайдаланып тұрмын, қазір венчикпен араластырам. Міне бәрін араластырып алдым. Мынандай венчиктің көмегімен можно араластыруға ыңғайлы, осы чем қасыққа қарағанда. И можно, бағана мен айтпадым, можно и ванильный сахар немесе ванилин азғантай қосуға. Это дәмін келтіру үшін, приятно болады. Сол үшін ванилин қосамын азғантай. Бір жарты чайный ложка есептейтін болсақ. Міне бәрін қосып араластырып алдық. Енді ұн саламыз. Ұнды менде мындай електен өткізіп, просеев етіп қойғам. Просеев етіп салу керек. Обязательно просеев етіп салған кезде
әдем болады қамырларыңыз. Үстіп қамыр жасаймыз. Араластырып аламын бір. Пока что пенчиктің көмегімен, сосын қазір қолмен араластыратын боламын. Міне бенчикпен араластырып, мен қолмен араластырып алдым, өйткені қолға уже келмейді, қамыр қоюланған сайын қолға ыңғайы келмейді, иә. Сондықтан араластырып алып, әдемі қамыр жасап аламыз. Әдемі қамыр дайын болады қазір. Сосын ары қарай тағы соңғы последний несі қалды, соны айтатын боламын. Осындай қамыр пайда болды. Енді мына не үшін деп не алатқан шығарсыздар, мына маргаринді қосатын боламыз. Бұл маргаринді де өзі осы ең секретный неде болса, маргаринді осылай твердый күй, осындай твердый қамырға араластыру керек. Қазір мен мынаны 4-3 кесіп алып неққа салып, араластырып көрсетемін. Міне, бүйтіп қамырдың үстіне қойып алдым. Қамыр міне, басып тұрмыз. Соның үстіне мына майды қойдым әшейін твердый ерітпей. Енді осыны қамырмен қосып араластырамыз майды. Ішіне сіңіп, араласып кеткенше араластырамыз. Маймен бірге қосып, арасына сіңдіріп, үстіп қамырды араластырамыз. Арасына май мен қамыр екеуі араласу керек. Үстіп араластырамыз. Итогасында осындай әдемі қамыр пайда болды. Шағын өте мысалға үйдегі адамдарға шағыннан өзінен қаншама рогалики шығады, и жасауға да қамыры егере аласыз. Қамыры өте қолайлы, көп болып кетпейді. Қазір көтерілгеннен кейін ары қарай жасап көрсететін боламын. Қалай рогаликінің 2-3 түрін көрсетемін осы жасаған кезде. Содан кейін көретін боламыз, қалай болатынын, иә. Ары қарай көрсететін боламын. Осындай әдемі қамыр. Енді бетін жауып, бұл 1 сағаттай, 1,5 сағаттай көтерілу керек. 1 сағат, 1,5 сағат уақыт
мына в итоге мындай не шықты.